сізге енді лид магнитті алу үшін ғана келген клиенттер саны көп болуы мүмкін. Кешегі айтқанымдай, бір күнде 50 клиент келді делік, 50 адам сіздің компанияңызға номерін қалдырды. Сіз оларға хабарласқан кезде, жоқ, бізге сіздің услугаңыз, товарыңыз керек емес, біз жай ғана тегін нәрсені алу үшін ғана келдік десе, бұл заңдылық. Өйткені бұл сізден еш нәрсе алу міндетті емес. Бұл жай ғана сізге қызығушылығын білдірді. Ендігі кезекте салқын клиентті қалайша жылы клиентке келесі этапқа өткізе аламыз. Бұл ол адаммен тағы да екінші контактіге бару. Бұл нәрсе бізде Tripwire деп те аталады. Екінші аты стартер. Яғни бұл келесі продукттың құндылығы, ценності өте жоғары, бағасы өте төмен болу керек. Мысалы, бұл нәрсе адамның басты проблемаларын шеше алатын, бірақ толық емес, бағасы өте арзан болған кезде, ол ойланбастан сіздің арзан продуктыңызды сатып алады. Үйтіп, ол сізге кішкене болса да, оның довериясы, сенімділігі артып, ол келесі қымбатырақ продуктты сатып алуға құлшынысы артады. Келесі видеода қалайша дальше онымен жұмыс жасау керек екені туралы айтатын боламын.